Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын балықтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен балығымызды бөліп, жақсылап жуып тазалап аламыз. Жуып тазалап алғаннан соң барлық бөлінген балықтарымызды тұздап аламыз. Осылай балықтың барлығын қолымызға алып, тұзымызды екі жағына кезектеп, жақсылап жағып шығамыз. Мінекей балықтарымыздың барлығын тұздап алдық. Енді балығымызды 10-15 минутқа қалдырамыз. Содан кейін ұнымызды дайындап аламыз. Енді балықтарымыздың екі бетін кезек-кезек ұнға жақсылап малып аламыз. Балықтарымызды ұнымызға ұнатып жатқан кезде газге майымызды қыздыруға қойып қоямыз. Мінекей балықтарымыздың барлығын ұнға малып алдық. Енді қызып тұрған майымыздың үстіне балықтарымызды салып, кезек-кезек екі бетін қуырып аламыз. Балықтарымыз 15-20 минутта дайын болады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Мінекей біздің балықтарымыз дайын. Барлық балықтарымызды осылай пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Тағы да менің каналымнан қандай рецепттерді көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан.